Кенесары ханның бас сүйегін Қазақстанға әкелсек, қазақтардың рухы оянып, отаншылдық сезім күшейеді. Дәл осылай деген депутат Бақытбек Смағұл Әлихан Смайыловтан Кенесары ханның бас сүйегі мен мылтығын елге жеткізуге көмектесуін сұрады. Депутаттың айтуынша, ханымыздың бас сүйегі мен қаруы Мәскеудегі этнографиялық музейде жатыр. Оны Қазақстанға келіп, адамша жерлеуді ұсынып отыр. Қан сүйегін Астанадағы ұлттық пантеонда жерлеуді, ал мылтықты ұлттық мұражайға тапсыруды ұсынамын. Бұл шара ел рухының асқақтауына, отаншылдықтың күшеюіне және ел астанасындағы туризмнің дамуына ықпал етері сөзсіз. Депутаттың сөзіне сенсек, 2021 жылы Қазақстаннан Ресейге арнайы барған комиссия ұлы ханның бас сүйегі мен мылтығын сәйкестендіру жұмыстарымен айналысқан. Нәтижесінде мылтықтың ханға 100% тиесілі екені, ал бас сүйектің сәйкестігі 90%-тен жоғары екені анықталыпты. Ал тарихшы Бүркітбай Аяған бір адамның сүйегін әкелгеннен өміріміз өзгереді дегенге сенбейді. Көптеген хандар болған. Соңғы ханымыз Кенесары. Кенесары туралы жазғанбыз. Бірақ жаңағы тек бір адамға тіреу менің ойымша дұрыс емес. Негізгі мынау рухани ояну серпіліс ол керек бар халыққа. Сонымен достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Кенесары ханның бас сүйегі Қазақстанда жерленсе, рухымыз шынымен оянып, мінезіміз басқа болып шыға келе ме? Әлде бұл тек миф па? Қысқасы, өмір көрсетеді ағайын.